Сәлеметсіздер ме? Мен Мадимарова Салтанат Асипбековна, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы колледждің педагог-психологы. Менің бүгінгі сіздерге таныстырайын деп отырған әдістемелік құралымның тақырыбы эмоциялық интеллект және қоғаммен қарым-қатынас. Эмоциялық интеллект және қоғаммен қарым-қатынас бұл әдістемелік құралды жазғандағы мақсатым жалпы эмоциялық интеллект психология ғылымдарында қарқынды зерттеу нысанына айналған өзекті мәселеге айналып отыр. Эмоциялық интеллект бұл өз эмоцияларын тану, түсіну және бақылау қабілеті мен басқа адамдардың эмоцияларын түсіну және басқару қабілеті. Бұның компоненттері өзін-өзі тану, өзін-өзі басқару, әлеуметтік саналық және қарым-қатынас дағдылары. Эмоциялық интеллект және қоғаммен қарым-қатынас бұл әлеуметтік қарым-қатынас. Яғни эмоциялық интеллекттің жоғарғы деңгейі адамдармен қарым-қатынаста жақсартады және олармен түсіністік пен сенім орнатуға көмектеседі. Конфликттерді шешу, эмоцияларды басқару, қақтығыстарды тиімді түрде шешуге мүмкіндік береді. Көшбасшылық бұл эмоциялық интеллект жоғарғы адамдар топтарды басқару тиімдірек болады. Өйткені олар өзгелердің сезімдеріне жауапкершілікпен қарайды. Бұның ішінде мысал ретінде мен 4-5 тренингті алдым. Соның ішінде төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі ұстау жөніндегі тренинг. Бұның мақсаты оқушыларға төтенше жағдай кезінде және олардың түрлері мен өзін қалай ұстау керектігін түсіндіру, қауіп төнген кезде үрейге берілмеу және дұрыс шешім қабылдау дағдыларын үйрету, өзін-өзі құтқару және де басқаларға көмектесу жолдарын үйрету. Екіншісі әлеуметтік желідегі алаяқтардан сақтануға арналған тренинг. Бұның мақсаты оқушыларға интернеттегі алаяқтардың түрлерін түсіндіру, алаяқтардың әдістерін тану және олардан сақтану жолдарын туралы мағлұмат беру, жеке ақпараттың қауіпсіздігін сақтау дағдыларын дамыту және киберқауіпсіздік ережелерін ұстану, оларға және де қажет жағдайда көмек сұрауды үйрету. Одан әрі қазір оқушыларға кітап оқуға арналған тренинг. Бұның мақсаты қазіргі таңда білесіздер, техника мен заманауи гаджеттердің дамыған кезеңі. Қазіргі таңда техника мен заманауи гаджеттер күн сайын оқушыларға кітап оқуға арналған тренинг. Қазіргі таңда білесіздер, техника мен заманауи гаджеттердің күн сайын дамып жатқан кезі. Десе де оның пайдасы мен зиян жақтары да болады. Гаджет ұстаған балалар арасында қазіргі кезде кітап оқитындар саны азайып кетті. Бұл тренингтің мақсаты оқушыларды кітап оқуға қызықтыру және кітап оқудың пайдасы мен маңызын түсіндіру. Және де оқушылардың ата-анамен қарым-қатынасын жақсартуға арналған тренинг. Бұның мақсаты оқушылар мен ата-ана арасындағы байланыс пен түсіністікті жақсарту, қарым-қатынас дағдыларын дамыту, қолдаушы орта құру арқылы оқушылардың жетістіктерін арттыру, ата-ана мен оқушылардың арасындағы сенімділік пен құрметті нығайту. Қорыта келгенде, осы қосымша кеңестерді айта кетейін. Осы тесттерді орындағаннан кейін оқушыларға өз қызығушылықтары мен қабілеттерін талқылау үшін уақыт берілуі қажет. Нәтижелерді негізге ала отырып, мамандық таңдауға көмек көрсету үшін жеке кеңестер жүргізілуі қажет. Осы тесттер оқушыларға болашақ мамандықтарын таңдау кезінде өздерінің табиғи қабілеттері мен қызығушылықтарын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.